Ғалымдар айтады, сенің балаңа сенен басқа біреу Фатиха сүресін үйретіп қоймасын дейді. Себебі ол өмір бойы намаздарда Фатиха сүресін оқиды. Егер сен үйреткен болсаң, әр оқыған Фатиха сүресінің сауабы саған жазылып тұрады дейді. Және ол немерелеріңе үйретсе, шөберелеріңе, шөпшектеріңе, немерелеріңе үйретсе, олардың барлығын оқыған Фатиха сүресінің сауабы саған жазылып тұрады дейді. Олардың сауаптарынан еш нәрсе кемімей. Енді бұл балаларыңызға қатысты ғана емес, оқырмандарыңызға да қатысты. Егер сіз оқырманыңызға бір жақсы істі үйрететін болсаңыз, ол оны басқаларға үйретсе, олар басқаларға үйретсе, барлығының сауабы сізге жазылып тұрады. Сондықтан біз Рамазан айында 30 күн бойы Құрандағы оқиғаларды, Құрандағы қиссаларды контент қылып жазсақ деген жоспарымыз бар. Сіз соны міндетті түрде репост жасаңыз. Мүмкін сіздің бір сторисіңізді қарайтын 100 адамның ішінен 10 адам Құранға жақындаса, 10 адам 100 адамды үйретсе, 100 адам 200 адамды. Ойлаңызшы, сіз өмірден өтіп кетуіңіз мүмкін, бірақ қияметке дейін сіздің бастап кеткен жақсылығыңызды миллиардтаған адамдар жасап жүрсе. Сондықтан жақсылыққа шақырудың маңыздылығы өте зор.